Sizlerмен бірге біз бір үйдің балалары. Бүгінгі видеода біз 24 сағат шкафта боламыз. Негізі бұл жерде біздің төсектеріміздің заттары тұратын. Біз сол төсектерді жинап, осылай көрпеше төсеп, өзімізге екіқабатты үйшік жасап алдық. Өте күшті. Біз негізі бұл жерде талмаша ойнап жүретінбіз. Сосын бізді есімізге түсті. Неге біз бұл жерде 24 сағат болмаймыз деп, сосын осылай шештік. Маржан, біз бұл жерде не істейміз? Тамақ ішеміз, Компьютерден мультик көреміз, раскраска ойнаймыз, ұйықтаймыз. Біз қалағанымызды істейміз. Арасында Арман бізге қонаққа келіп тұрады. Сәлем де. Привет! Арман ұйқысынан тұрып алды. Әпшелерімен бірге. Бір нәски шешіліп қапты. Қазір киіп аламыз. Күшті ма, Арман? Күшті ме екен? Арманға да қызық болып тұр. Қазір бізде сағат примерно 11. Күндізгі сағат 11. Енді бұл жерде 24 сағат боламыз. Ал, давайте, достар. Біз таңның атысымен дайындалдық қой. Бұл жерді сүртіп, заттар дайындап, еще білесіздер ма? Мамам кеше осы видеоны айтып, арнайы бізге раскраска мен фломастерлер әкелді. Меніңкі Элза және Анна, ал Маржандікі Барби. Армантай наклейка жабыстырады. Аяғыма жабыстырамыз. Ал енді сіздерге раскраскамызды көрсетейік. Маржан, негізі бұл менің үйшігім, астында Маржанның үйшігі. Біз мұна үстінде өзіміздің раскраскамызды бояйтын боламыз. Ал астында тамақтанып ұйықтайтын кезде Маржан өзінің үйіне жатады, мен өз үйшігіме жататын боламын. Арман екі жақта да қыдырып жүре береді. Астыма мінекей раскраскамыздың кешегі алып қойған заттар. Осындай екі фломастер. 12 түсті, міне мына жерде қандай түстер бар екен жазылған. Сосын Арманға да көрсетші. Осындай раскраска. Вау. Мына Маржандікі, мынау меніңкі. Және де Анау Рапунцель ма? жоқ. Элза, Анна. Элза ма? Сосын осындай резинкалар. Резинкалар ұнады ма? Маған Қатты ұнады, мынандай моншақтары бар екен да. Күшті екен. Сосын Арманға колготки. оларды ар жаққа қойып қойдым. Сосын фломастермен өтіп жатқан. Міне сосын әппақ пакет. Ал енді давайте ашыңдар. Біз фломастерлерді ашатын. Вау. Қалай бояды екен, қалың ба? Жұқақ боям екен. Жұқа екен. Мынандай. Күшті, вау. Маған ең күшті қатты ұнайтын түс айтайын ба? Мынау ше, салат. Салатовый сияқты. Саған ше? Маған розовый. Саған ше, Інжу, қай түсін айт? Мен ба талғамайын дейсіңдер. Маған күлгін мен розовый ұнады. Саған ше? Негізі шашпай-ақ бүйтіп алып. Бұған бәрі маған сияқты ғой. Иә. Енді сап қойып алып істейік. Әйтпесе Арман оларды ашуы мүмкін. Мәссаған, достар, қараңыздар. Наклейкасы мен мынандай. Вау, күшті. Наклейкасы күшті екен. Шаштарың қара. Әдемі екен қызым сен. Вау. Үстінде киімдеріне дейін әдемі қылып боясаң болады екен. Вау. Біз видео басталмай тұрып алдын ала келісіп алдық. Бір-бірімізден де бояйық деп. Екеуміз таңдап алғанбыз. Модница екен, иә? Вау, менде осындай мұзды өлкедегі наклейкалар. Вау, мынау суреті. Мына кішкентай кезі Аннаның кішкентай кезі. Анна. Анна ше аққала. Элза. Мына артында да наклейка бар. Менде де. Артында да бар екен. Вау, күшті. Міне артындағы суреті осындай, алдындағы суреті осындай. Ал енді бояңдар әдемелеп. Оба! Кусякани, майскани меня. Оба! Эй!
күшті. Уах. Артында да бет тістеріміз. Тістерін көрсетіп қойып па? Арманды қарасаңыз, ақылға бүйтіп қояды ғой. Ойбай. Бүйтіп отыр. Изенім мен. Ойбай. Зарядка жасап отыр ғой. Сені де жақсы көрем, әпше, сені де жақсы көрем, әпшесі деп жатыр ғой. Жаным. Көшекін мен. Ұйқысын қандырып алды өзі. Мен алдында тоғызмаққа баратсам, ерте тұрып алған ғой. Мен былай сіздің бетімнен сүйіп деп атып тұрды ғой, сразу. Ал, давайте, қыздар, бой беріңдер. Мен Арманды қазір алып астына отырғызам. Иә. Маржанның үйшігі тұр. Інжудің үйшігінде екеуі сурет салып жатыр. Не қылды, көрдіңдер ма? Қалай боялады екен? Фломастермен бояп көрдіңдер. Өтіп кетті ма? Иә. Мама жауап беріңізші, жабу қиын екен. Онда карандашпен бояйын деп жатсыңдар ма? Иә. Өздерің кәдімгі сабаққа ұстап жүрген карандашпен бояй беріңдер. Ай. Қана? Жабамай атыр. Карандашпен боясаң нормально болма. Жабу. Шашы слишком қысқа екен. Бұл кім? Бұны білмеймін, жауыз әйтеуір. Шыны білем. Мультиктегі ма? Аннаны жақсы көреді, бірақ Анна басқаны жақсы көреді. Кім жақсы көреді Анна? Анна. Қоңыр қарансам. Армантай Маржан үйіне отырғысы кеткем, шығып кетті. Сен. Резина ұстағанына Әпшелердің резинасы қызық болып жатыр бұған. Мусюню. Опай, мәзөз. Әрине. Сен краскасын бойды. Насып жүрмесе. Мезі қаратысқа. Қызық болып жатыр ма, қыздар? Иә. Күшті қыз екен. Күшті бізде жауы. Браво, әшейін. Мені қыздар сендерге шашлык, фруктовый шашлык, сүйікті жүгерлерің бандуэль. Мындай палочки шоколад. Агуша. Міне біз өзіміздің суретімізді деп Сал қойдыңдар ма уже? Мә, Ана күшті. екіра. Барби. Мәссаған, әдемісін ай. Күшті. Ал, тамақтанып алыңдар, ас болсын. Рахмет. Ал, Мен жүгері любимый. апельсин тұсқапты ғой қызым. Апельсины бар. Шашлык. Ай, шашлык. Қазір салфетка берем. Күшті ме екен, дәмі? Міне, салфетка. Енді алма жейтін боламыз. Енді нағыз шашлықтың кезегі. Сыртынан
андай апельсиндердің нелері болып сырты ашылып андай қышқыл болып кетті ғой. Агуша, яблоко, персик. Бүгінгі заман тебе тұрғанбыз, апалдық. Паста. Інжу сен шығармайтын жоқ әйтеуір ше. Агушамен, фруктовый агушамен фрукты қалай болады екен? Можно. Шашлыкты беттіға. Қайтып? Сендерге қарап менің де жегім келіп кетті ғой. Жейшін андайларынан? Ойлар, аузыма сақ қойдым. Міне осында. Кетчуп, майонез сияқты жағып жеп жатсың ғой. Шуаға батыр. Маған намат қыстылекен. Маған болғай ұнады. Маған істесін де шашлык. Ұнады ма, Маржан, шашлык? Я. Сізге қайсы қатты ұнады? Бәрі ұнады. Тамақ таңғамай істеді. Агуша маған қатты ұнады. Палчикаға ұқсаймын ба дедім. Мына екеуінің көзі қызарып кетті ғой. Осыны жүгерін құры өзін жейді бұлар ше. Салатқа қосып жеген ұнайды маған. Маған күрезінде ұнайды. Папаларың да сөйтеді ғой. Мыңына кеперсеңіз күрезін жей берем ғой. Достар, осындай бандуэльдің жүгерісін жейтін адамдар бар ма араларыңызда? Жазып кетіңіздер. Сенкінен суын іше берейін. Мұңа осындайдан жүгіреді. Мұңа кетсе іші дәу кетеді. Аржақта Арман апамен бірге отыр. Оларда фрукты жасап. Армантай әпшелеріне бара жатыр. Қыздар не бояп жатсыңдар? Мен екінші бетіндегі ғашықтарды ойлап жатырмын. Мәссаған. Мен бірақ екінші бетіндегі бояған жоқпын, бірақ қалаған жерін бояп беремін. Иә, қалаған түсін бояп бер. Қалаған
Енді Армантай Наклейка. ручка ұстамапты. Мә, мынау немене шекесіне не тоқтай тұршы, не жабыстырып алған мынау? Арман, не жабыстырып алған мынау шекесіне? Наклейка. Қазір зарядкаға қойып қойдым, қазір қосып берем, бояп болыңдар. Арман, бері қараш, не жабыстырдың? Кән, Армантай? Арман, Дәл шекесіне жабыстырып берді. екі саған Ой, қой, балам. Күшті. ертең бақылау жұмысы болады. Арман, сен бәрібір екі аласың, үйіңе маңдайыңа ек қойып берейін дегенде болды. Қазір мұғалімдер маңдайға ек қоймайтын шығар, бұрын біздің кезімізде қойып беретін. Екі деп те, қазір онда өйтпейтін шығар, иә? Иә. Ноутбукпен сурет салып жатсыңдар ма? Қалай өтіп жатыр уақыттарың? Күшті болып жатыр ма? Болмайды. Көмекшілерің келді қаздарға. Болмайды. Сурет салмайтын болды. Бері кел, Арман. Ешқандай болып ше бұл. Ешқандай болып. Қайқа ұмтылып жатыр бұл. Кеш, балам. Жан. Әпшелерің сурет салып жатыр ғой, енді әпшелерің сурет салып жатыр. Қыздар кірісіп кетті. Папа келді, жүгір. Арман, папа келді. Жүгір бар, папаға бар. Папа келді бар. Арман, папа пипи бум келді. Папа кән, папа. Папа келді. Папа. Қазай ма? Папаларым әкелді. Арман, ма? Жылысын сосын ішіңдер, ә? Жоғырақ қапсында сендер жуық береді. Міне папам бізге осындай соктар әкеліп берді. Фьюсис және пико. Бірақ мұзда екен, сондықтан параболиттің жылулығын беріп жатырмық. Мен сурет бояп жатырмын. Мен мына кісіні бақылап отырмын, құлатып жібермесін. Мен болсам сурет бояп жатырмын. Шайғап бәрі. Үйлерің ауысып кетті ғой. Көтере алмай қалдым ба? Фломастер. Інжудің үйі қандай екен? Маржан үйі қандай екен? Алаңдамай, денеңдірілгемей. Да, ұнайды. Қайдағы анадан жатқан кезде түнде жатасың, бұлай құлап кетсең, сен ше бұлай жауып қойса, қорық ашып қоясың, мен аунап жіберем ғой. Мен аунамаймын. Фломастер. Не істеді саған? Қалай көрші? Жақсыз ба? Иә. Қалай? Жақсы. Менің үйім жайлы ма екен? Қойшы. Өзің үйің жақсы. Қайдағына менің үйім ғой. Біреудің үйі бөлек төсек десей. Су жатыр ғой, ар жақта. Бергендері шық шкафтан, тасана сулады. Апалар сондай ғой. Апалар бәрінің апасы сондай. Құлап қалады деп. Мынау өзі бір әлі соқты көріп бақыттан басы айналып жүр ғой. Досым. Қалай Ал қонды әкел әперейін. Мен де керік әпшен болған. Мен Мен әперейін.
қалам. Керек десең ноутбукта беремін дейсің да. Арманға жауап ұстады ғой. Иә, ноут. Енді біз минутқа оқитын боламыз. Иә. үйлерің ауыстырып алыпсыңдар ғой. Мен үйім ғой Дұрыс қой, бағана Маржан отыр еді, енді сен ауысып алдың ба? Негізі екінші класста 100-ге жету керек, ал мен 4-ші класпын, сондықтан мен 200-ге жетуім керек. Сіздер қай сыныпта оқисыздар және қанша сіз оқисыздар, соны комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше Маржан 12-ге жеткенде айтшы. Басталды деп. Мен көріп тұрған жоқпын. Басталды. Қымбат алғын жүрген. Әке-шешеңдерді алғын жетім бала тіршілігін қиындығын көптірді. Қойсаңда күндер өтті. Жұрттың қаласын хаттан жауап қалғанын. Менің қолымнан бір келген күймен қатарыла оқуға күш қайда. Әрбір әріпті әркімнің сұрап отырысын құм бетіне түсіріп жүріп ақ. Інжу қанша сөз оқыды екен, достар. Көп сияқты ғой, өйткені әлі... Ұзақ санап отыр ба? Иә. Қосып санап жіберме әйтеуір, қызым, честно болсын. Иә. Молодец. Енді Маржан оқиды. Інжу қарап тұрады. Болды ма? Тоқта қазір сөзім айтып. Әр тілден бастауға болады. Просто мен апам көп болмасын деп отырмын. Басталды. Зиянда әдеттің әлегі ертеде бір патшаның жалғыз қызы болыпты. Кішкене ханшайым өте сол ақылды инабатты екен. Бірақ оның тырнағын кеміретін жаман әдеті бар екен. Қанша ескерту жасалғанмен ол оғаш дағдысын қоя түбіндегі тесікті көріп сол кіріп. Ал енді санаймыз. Маржан қанша сөз оқыды 1 минутта? 200-ге жетқазады. Шатастырып жібердім. Кіріп. Сағат уже 5 болып жатыр, біз көп нәрсе істедік. Азаннан бері түсіріп жатырық. Шаршап кеттік. Қазір сәл жатып алдық. Жата берейін. Ұйқым келмейді, ұйқым маза бермейді. Маржан көп сөз оқып қойды ау, иә? Санап жатыр Маржан қанша сөз. 128. Мәссаған. Тәпкенім ғана басы. Ойбай құрдым сен. Сағат 228. Қанттан бері тұршы. Мен сенікін енді сосын сен менікін оқып көрсей. Әпке. Енді бір-біріміздің кітабымызды оқып көреміз. Сен егізге деген айтып берсең. Жүрек. Давай қарап тұр. 8 болды. Қайқа дейін 128 болды. Ей, кіріп дегенге дейін, я? Ай, тоқтан жоқ, қателесіп кетіп. Кіріп тоқташы. Арман. Шығамын ше. Қалай қыздар? Жақсы. Достар, мінекей бізде қараңғы батты. Біз енді кешкі асымызды жейтін боламыз. Рахмет, мама. Не осындай палау. Не? Ас болсын. Рахмет. Қазір соқ құйып әкеп берем, я? Той балындар. Рахмет. Соқтарың. Өте тамақ, өте жамды болды. Иә. Бұл тамақты жегендер мұнда, жемегендер мұнда. Енді не істейсіңдер тамақ ішіп болып? Ұйықтаймыз. Біз осылай 24 сағат шкафта өткіздік. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, коммент беріп, видео ұнаса жазып кетіңіздер. Достар, енді кезек тілде прическа жасау. Міне біз осындай керемет розовый хопте шара осылай жасап қоямыз. Тарақ.
міне ішінде осындай анамыздың бағанағы алып келген резиналары моншақтармен. Көзмоншағым қолымда, көзмоншағым үзіліпті. Анау қыстырғыш. Күшті құлпынай, сосын апельсин ба? Иә. Сосын осындай ерінге жағатын білесіздер. Осындай шашқа тапсыратын. Сосын мынандай долка, андай бойымыздан соң шашта мынау біздің косметикамыз. Иә, косметикамыз. Аяқта да бар. Ал, давайте шаштарыңды. Неғып істеймін? Кімге жасап бересіңдер? Мен Маржанға жасаймын. Міне достар, біз осылай Маржан шашына прическа жасап бердік. Мен айтқандай осылай болып, Күштісін ай. Мынау резина әдемі екен, Маржан. Сабаққа тағып барсаң болады ертең. Күшті болып тұр. Әдемі болып тұр. Әдемісін ай. Кән бері қараш. Айнаға қарадың ба? Көрдің ба? Ұнады ма? Ұнады ма? Күшті болды. Иә, мен енді өзім істеп аламын. Күшті. Өзіңе де істейсің ба? Өз-өзіңе істей аласың ба? Иә. Бір ғасыр болып кесілді. Шаштары не деген салон красоты ашсаң болады екен ғой. Бүкіл жасап істесем, бүкіл нәрсе істесем. Сабақты бол. Крем паралға немесе. Қашақпайда шалам жүрген кетпесін. Қаруын сәт, Достар, міне біз өзіміздің прическамызды дайындаладық. Сіздерге ұнаса комментке жазып. Бүгінгі күніміз өте керемет өтті. Өзімізге шаш үлгісін жасадық. Әдетте тамақ іштік, кешкі тамақ іштік, минутқа оқыдық. Және де арманды ойнаттық, және компьютер отырып, краска қойдық. Осы айтқым келетін бүгінгі өте керемет болды. Ал ендеше біз ұйқыға жатамыз. Мен өзімді кетемін. Маржан өз үйіне кетті. Көрші давай да қойсай. Көрші давай. Қайырлы отын. О, күшті. Сіздерге де қайырлы отын. Иә. Ұйқым келе кетті ғой. Азан болды ма деп бай. Азан болды, тұрыңдар. Ертеде батыр. Қалай? Көтеріп алайын. Арқалы керек экскаватор. Мен саған қонаққа барайын, я? Қалай көрші? Өй, жақсы. Ағай, төсегіңді әлі жинағаның ба? Сен төсегін жинайын дегенше таңның атыс күнің бар деген ғой. Айбақсың. Не жаңалық айта бір? Жаңалық жоқ. Менің ашық болсын. Жақсы.
Жақсы кешеде. Оқындырған екен. Сен сабағыңды оқыдың ба? Қашан оқып қалдың? Мен салдым ба сабақтан? Ойбай, мен күндердің тоғам мысалы, күнім мысалы, атсалық болса бәрін де түсіда ғана болмайды да. Бізде бүкіл де біз. Түсіда да ма? Иә. Бізде информатикада біз қойдық. Бірақ киім несі, киім ақтемесін біз қояды. Маңдайларына былай білдері ма? Жоқ. Ойбай, қазанмен тұрып едік, ұйқымыз бітті. Короче, давай мен ұйықтаймын. Саған одаққа келді да. Бірақ қойсың жоқ, телер салайды. Ем қандай екен? Қайраудан көрсе ұйықтап алайық. Десем мынау келеді. Саған енді қайрауға бет дей салайын иә? Қара бойға аяғыңды қоясың, басыңды қоясың, қолыңды қоясың. Келесің. Сен негізі кемек қоясың ау, иә? Мен сен түсамай түссең, мен амай қаласың. Давай, Коша. Коша. Сен көршім болғанда қуанамын. Екеуміз бірге өткізген күндерді ұмытпаймын, иә? Давай. Коша, есбірлазы өтсік айтсай. Ойбай, мен өз-өзіммен монолог болып атырмын бақыма. Сен өз-өзіңмен диалог бола бер бақыма. Мен монолог болып атырайын. Сен жаман. Ойбай, мен жаман. Мен сен жаққасың. Коша, бетің ай. Аузың жамылмайды екен, иә? Жамылмайды. Толғаннан сөйлеп кетесіз ба, не істегесіз? Қайдағы?